Қайырлы түн, қазақ елі. Мен қорғаушы Абдырайым Расылбек. Қаржаубайды уақытша ұстау изоляторынан алып, үйіне апарып жатырмын. Бәріміз шаршадық. Қазір осы жерден шыға салып, үйге жол тарттық. Қаржаубайды үйіне апарамын. Қазақ елі. Көп рахмет. Болған. Бәрі жақсы. Аллаға шүкір, аман есен үйге жетсек болды. Назарбаев қандастарды жинады, ал Тоқаев қандастарды қинады. Қазағымды қазағыма қарсы қойып, жемқорлармен жағымпазды жинады. Кім көрінген келіп жатыр елімізге, оларға заң жоқ сияқты жерімізде. Тек қазаққа қандасқа шектеу қойып, Қазақстан ортақ елма бәріңізге. О заманда бұ заман бұл қандай заң, қазағымды қазағыма қарсы қойған, елім жерім тарихи отаным деп, оралғанды алғаның бұл сабаған. Қазақ қандас деп біздер бөлінбейік, жемқорлармен жағымпазға желінбейік. Күш атасы білікте демеуші ме еді, Қазақстан отаным елім дейік.